сабақ ашық сабақ, иә. Біз өзіміздің ол жерде немізді көрсетуіміз керек? Білімімізді көрсетуіміз керек. Тәртібімізді біліміміз көрсетуіміз. Ал кеттік. Жақсы. Біз бәрін білеміз, үйренеміз, талпынамыз, мақсатымызға жетеміз. Жақсы, олай болса, балалар, кәнекей бәріміз өз топтарымызға отырамыз. Назарымыз экранда болсын. Мына жерден болжау әдісі арқылы біз суреттер арқылы иллюстрация деп отырғанымыз суреттер. Осы суреттер арқылы біз бүгінгі сабақтың тақырыбын болжап айтып көрейік. Кәнекей адамның мінез-құлқы мен сыртқы келбеті. Мына жерде көрініп тұр ма? Суреттерде адамның мінез-құлқы мен сыртқы келбеті. Тағы да не көріп тұрмыз? Мінекей. Ал Адина. Мұнда біз адамның ашулы және сабырсыздығын көріп тұрмыз. Адамның жаман мінездері, жақсы мінездері оларда жайдары болып жүр. Өте жақсы жарайсың. Ал Бұл біз суреттерде ашуланша, бұзықтық, дөрекі сөйлейтін, тағы да сабырлы, төзімді. Сондай адамдарды көріп тұрмыз. Ал жақсы. Мінез ақылдың сауыты екен. Балдар, сабағымыздың мақсаты жаңа тірек сөздермен ұсынылған иллюстрациялар арқылы тақырыпты болжау екен. Яғни біз өн бойында осы мақсатпен жұмыс жасаймыз. Жақсы, енді дәптерімізді ашамыз да бүгінгі күн ретін жазып, тақырыпты жазып қоямыз. Суреттерге қарап адамдардың мінезіне қарай мінекей мына тірек сөздерді орналастырамыз. Мына жерде қандай оқушыны көріп тұрмыз? Бұл оқушыларға қандай сөздер сәйкес келеді? Соны қазір ретімен орналастырсын. Ал келе қой әлі. Ал смайл несімен, магнитмен алып жапсырамыз. Қандай оқушы екен? Мынау өте жаман оқушы, мынау өте... Жаз, біреуін алды, жапсыр, қайсысын жапсырасын? Әдептіні мұнаға. Жақсы, ал мына жақтан кел, Айзере келе қой. Жақсы, кел Айзере. Отыра қой әлі, жарайсың, отыра қой. Ашуланып тұрған бала дейді, ал. Жақсы болған? Жақсы, мына жақта үміт келе қой. Диана келсең болады, Диана келе қой. Диана келе қой. Ал, қайсына жапсырасын сен? Қай сөзді олыз? Мейірімді дейді. Ал, жақсы. Біздің бойымызда осындай қасиеттер бар ма, балалар? Мынандай қасиет бар ма сенің бойыңда? Біздің бойымызда көбінесе мынау жақсы қасиеттер бар екен, иә? Өте жақсы балалар. Сенің бойыңда қандай жақсы қасиеттер бар? Мейірімділік. Адамның бойында қандай жақсы қасиеттер бар? Адамның бойында көңілді, мейірімді, ақылды, және тағы да басқа қасиеттері бар. Өте жақсы. Келсесіңдер ма, балалар? Иә. Адамның мінезін түзеуге бола ма? Адамның мінезін түзеуге болады. Жаман қасиеттерін жақсы қасиеттерге өзгертуге болады. Қалай өзгертуге болады? Адамдарға көмектесіп, оқып, білімді болсақ, өзіміз және де жақсы сөздер айтсақ, ол адам жөнделіп кетеді. Жаман мінезді қалай түзеуге болады деп ойлайсыздар? Жаман мінезді, мысалы, адам өзі бір жаман зат істейтін болса, оның жанында тұрып, ескерту жасасақ, көп оның мінезі, жаман қылықтары түзеле бастайды. Мәтін мазмұнына түгел қамтитын 5 сұрақ жаз. Сұрақтардың ішінде антоним сөздер болсын. Яғни ол қай мәтінді айтып тұр бұл жерде? Қожа 8-ші тапсырма. Қожа сөйлегенде жақсы естіді ме, жаман естіді ме? Бұл жерде Қожа Ахметовтың сөзін жақсы естіді ме, әлде шалыс естіп қалды? Бұл жерде бар ма антоним сөз? Жақсы, жаман. Жақсы, жаман.
дейді? Жағымсыз мінез, тәртіпсіз. Біз бірінші мынандай квест жаздық, сосын мінез еме жаздық. Біріншісі ол бұзық. Екіншісі тәртіпсіз. Тәртіпсіз, әдепсіз. Алтыншысы ақылды. Сұлтанның мінезі. Сұлтанның мінезі ол жабылау, тәртіпсіз, ұрлықшы, еріншек, Қу. дөрекі. дөрекі дейді, тәртіпсіз дейді, дөрекі дейді. Келісесіңдер ма балалар? Жақсы, қараңдар енді балалар. Неге сіздер қу дедіңдер? өйткені ол әркімді алдап жүрді. Алдап жүрді ма? Иә. Неге ұрлықшы дедіңдер? Балаларды алдап олардың заттарын алып кетеді. Иә, фильмді көрдіңдер? Және де ол балыққа баратқан кезде балықтың несін қармағын алып кеткен. Жақсы, өте жақсы, жарайсыңдар. Тұра қойыңдар. Иә, екі жұмыс. Сендер осы сұхбатты жасағанда барлық мінездерін айтыңдар, қандай екенін айтыңдар, және не үшін қу екенін дәлелдеп жақсы мағлұмат беріңдер. Ал сендерге тілектерім одан да тезірек. Шыдамдық па? Шыдамдық. Ал, мен айтқам, 60-тан жоғары болса, 100 медаль болады деген. Медаль болады. Ал, Нұрсұлтан, 50 бала алады, мінекей. Мінекей. Өздерің дұрыс бағалап отырсыңдар ма? Қанша? 10. Айсұлу? 80. Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out